Былтыр қыс мезгілінде Риддер жылу электр орталығында апатты жағдай орын алып, стратегиялық нысанның бұрынғы иелері кәсіпорынды жаңғыртуға қаржы бөлмегендіктен, салғырт қарағандықтан 60 мыңға жуық тұрғыны бар қала жылусыз қалып еді. Сондықтан жылу орталығы коммуналдық меншікке беріліп, қысқа мерзім ішінде жөндеу жұмыстары тоқтаусыз жүргізілді. Риддер жылу электр орталығының 6 қазандығын жөндеуге республикалық бюджеттен 8 миллиард теңгеден астам, облыс әкімдігі өз тарапынан 500 миллион теңге бөлді. Нысанда 16 мердігер ұйымның 400-ге жуық жұмыскерлері 3 ауысымда еңбек етті. Бір сөзбен айтқанда, жылу орталығын толықтай дерлік жаңартуға тура келді. Жаз мезгілінде өте ауқымды жұмыс атқарылды. Маусым айынан бастап негізгі жұмыстар басталған болатын. Әлі жалғасуда. 15 желтоқсанға дейін аяқтаймыз деп отырмыз. Қазір бекітілген кестеге сәйкес жылу желісіндегі температура 72 градус және кері бағытта 49 градусты құрап отыр. Жылу орталығында атқарылып жатқан жұмыстарды көзбен көрдік. Стратегиялық нысаннан шыққаннан кейін риддерліктермен тілдесіп, пәтерлеріңіз жылыма деген сауалды жолдадық. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Мы, журналисты, хотели бы задать вам вопрос, как у вас дома с отоплением? С отоплением стало хорошо. Үй жылы, былтыр тоңып едік, биыл бәрі жақсы. Жатын бөлмеде қымтанып отырдым. Электр пешін қосып қойып, ас бөлмесіне кіріп тамағымды ішіп, қайта жатын бөлмеге кіріп кететінмін. Осылай екі бөлменің арасында жүріп қысты өткіздік. Қазір үйіміз жылы, плюс 28 градусты көрсетіп тұр. Тереземді ашып қоямын кейде. Риддер қаласында өте тамаша. Үйдің ыстық. Жылу құбырлары жақсы кеп жатыр. Ыстық су енді кипяток деп айтуға болады. Өте тамаша. Жылы, қазір жылы жеп тұр. Бір-екі жұма болып қалған. Бұрын бұдан басқа кішке суықтау болған. Қазір одан жылы. Ыстық суда бар, суық суда бар, и отопление хорошее. Дома жарко. Былтырғыдай емес қой? Былтырғыдай емес, биыл жақсы. Кіріп любойдан сұрасаңыз айтады, жақсы биыл. Үйіміз жылы, су ыстық, рахмет. Енді айтам басқа. Былтыр суық болған тоңғанбыз, биыл тоңбаймыз. Үйіміз ыстық, балконымызды ашық қойып ұйықтаймыз даже.